Аталарыңның жері. Мен арғы аталарым араб қой. Білгенсің ба? Ешкім білген жоқ. Туған жеріміз ғой негізі біздің. Аталарым осы жерде жүрген. Мұнаймен айналысқан. Мен негізі байдың баласымын ғой. Арыз ақша бар. Сейчас өтпей қалыпты ғой тағы да. Неше біреу жария ма? Жоқ. Фактурадан да жауап кетеді. Кәпнет маған ертең қызым болған кезде вообще отказ жасай алмайсың деп бәрін істейсің. Шынымен солай екен. Осы тұрған кезде 30 штук киткатқа кіріп кеттім. Оны не істейсің десем, класстастарыма таратамын дейді. Бәрін угощать етейін деп. Мынандай киткат. Алдым полный бір коробка, 36 штук дейді. Кішкентай қыздары бар әкелесің деп. Нағыз бақыттысыңдар ғой. Мен кеше қызыммен бір күн уақыт өткіздім. Ойнатты, бургер жедік, фри жедік. 3 күн өткіздік, сол кезде қатты қызықтым ғой. Машалла, сіздерге деген бар ғой. Бала шағасы бар. Әкелер, сендер ең бақытты адамсыңдар ғой. Баласынан қашып уақытты баласымен өткізбейтін адамдарға не деген бақыттан айырылып жатсыңдар деп таңғалдым. Что максимально уақыттарыңызды отбасыларыңызбен өткізіңіздер. Мен сендерге қызығамын. Сіздер нағыз бақыттысыздар. Қалайсыздар? Біздер сол аяқ астынан кішігірім өзімізге медовый месяц жасап алдық. Бұйырса тағдырымыз. Девочки, құлдарыңыз болсын. Нормально ма? Бос екен? Қай жаққа кетіп жатсыз? Жақсы. Ұшып батырғаныңызды бірінші тапқан адам молодец болады. Қырыққа келгеннен кейін не қылсыз? Құтып қолына асып кетіп кеткен ма? Қош келдің біздің Дубайға. Машинаға жатыр, Қытай күтейік енді. 5 минутта келіп қойды, бұйырса осы жақта қазақ бауырларымыз машинамен кізіп жатыр. Енді совсем келмейсіз просто. Дубайда жүрген кезде бір 4-5 күн болса да машинамен жүрдім деді. Қандай машина деп ойлайсыз? Қандай болса да багажник екенбіз. Дубайға барамыз не? Сәлем, қайсыңдар? Шағын джентльменбіз ғой біздерде. Багажнигі нәм машина деді, багажнигі нәм машина келді. Отыр қыз.